Заң әділетті болмайынша жаза әділетті болмайды. 14 жасар бала 17 жасар баланы пышақтап, Анаған қарайды да сен тірісің, менің балам қайда деп жылайды. Біздің парламент депутаты мұғайып көрсетіп отыр. Мен айтамын да, неге көрсетіп отырсың? Сен сондай заң қабылдамайсың. Ол әділетханға түскен ақпараттарды ол соған сенді. Полиция қызметкерлерінің жалақысын кемінде 1 миллион қылу керек. Мейірман, мен әрең ұстап отырмын судьяларды дейді. Бәрі кетеміз деп отыр дейді. топырағы кеппеген Мұхтар Шахановтың өзі туралы да айдаладағы бір кісі аузына келген оттады. Заң қисық болатын болса, онда Назарбаевқа бермеу керек еді. Сіз өзіңіз депутаттыққа бір бүйрегіңіз бұрып жүрген сияқты. Ардақ Назарбаев барып, мамасын құттықтайды. Парламент қабырғасына барғаннан кейін маған сөйлеу құқығын, мүмкіншілігін бермейтін болса, мен бармаймын. Мында бір реформа жасау керек. Баршаңызға сәлем, құрметті Қазақ Ордасы YouTube арнасының көрермені. Бүгін біздің арнамызда жаңа сұхбат, студиямызда халық заңгері Мейірман Шекеев. Мейірман аға, қош келдіңіз студиямызға. Қош келдік. Енді осы қазіргі таңдағы актуалды болып жатқан оқиғалардан бастасақ, 28 мамыр ақпарат шықты, осы Әл-Фараби даңғылында болған жол көлік апатына қатысты соттың негізгі отырысы басталады. Бұл жол көлік апаты енді шыны керек өте бір резонансты оқиға болды. Көп адам осы оқиғаға қатысты өзінің пікірін жазды, ашуын жазды. Тіпті бір заңгер, блогер осы оқиғаның айналасында істі де болып үлгерді. Бұл оқиғаның айналасында көптеген құқық қорғау органдарында жоғары шенді азаматтардың аттары да аталды. Енді ешкімді бейжай қалдырған жоқ, шыны керек. Сіз осы істе жәбірленуші қайтыс болған Құмаратты қыздың құқығын қорғайсыз. Осы істен не күтесіз енді? Істен мен өзіммен болжам бойынша қалай аяқталатынын да білем. Бірақ ол менің ойымша қоғамның көңілінен шықпайды. Себебі неге? Себебі заң қисық. Мен осы уақытқа дейін айтып келе жатырмын ғой, заң қисық. Бұл баппен ол көп болса максимум ол жерде 7 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру. Ал 10 жыл берген күннің өзінде қоғамның оған көңілі тола ма? Ол бір. Екіншіден, бұл орта санаттағы істерге жатады. Ауыр емес. Мен неге заң қисық деп отырмын? Масан күйде рульге отырған адамның өзін қылмыскер деп қабылдаймыз. Бірақ ол масан күйде рульге отырып, адамды өлтіргенде, оның әрекеті қылмыскер болғанда, абайсыз қылмыскер болып қалады. Қалай ойлайсыз? Заң дұрыс па? Ол адам өлтіріп отыр, 3 адам өлтіріп отыр. Құмардың ағасының бір берген интервьюінде айтты ғой, 3 адамға 3 жылдан беріп отыр, әр өлімге деген сияқты. Я, бүйтіп ойға салатын болсаңыз, бұл әділетсіз. Бірақ сот бұл заңның шеңберінен шығармайды. Сондықтан мен алдын ала айтып отырмын, халықтың көңілінен шығатын үкім болмайды. Бірақ ол заңды үкім болады. Тіпті күдікті адам енді сол кезде, ол анықталған ақпарат қол, масан күйінде көлікке отырған, иә? Иә, ол 1,3 промил шықты, ол деген жеңіл масан күйінде дейді. 1,5 болса, ары қарай орташа болар еді. Егер ол күдікті азаматтың бұған дейінге жол көлік оқиғасына қатысы болған мәліметтер шығатын болса, ендерден сотта шығатын шығар ондай мәліметтер. Немесе бір айыппұлдар ол кісіге өте көп салынса, ол сәттер мына қазіргі болып жатқан негізгі істе бір тағда қосымша бап ретінде қозғалып, оның жазасын ауырлатуы мүмкін бе? Жоқ, айыппұлдар болса, ол бәрібір не ғой енді әкімшілік жаза болады да, оның мен білімше айыппұлдары болған. Бірақ бұл қазіргі таңда сотқа бара жатқан тек бір баппен 345 премаден 4-ші тармағымен ғана. Сонда 7 жыл мен 10 жылдың ар жақ бер жағында? 7 жыл мен 10 жылдың арасында. Оның өзінде ол аған жаза тағайындалғанда колония поселение дейді. Оны бүйтіп барып, кәдімгідей қатты бір қылмыскерлер сияқты қамап тастамайды. Жатақхана күйіндегі неге орналастырады. Ол кез келген кезде шығып жүре алады. Тек түнде барып қонады. Бұл қалай бұндай жаза көпшілікке сабақ бола ала ма? Өйткені неге айтып отырмын, дәл сол
Әл-Фараби даңғылында сол кезде барлығы жазды, бүкіл әлеуметтік желіде, сол көшенің бойында тұратындарда бұл бірінші рет емес, ол жерде неше түрлі жарыстар болады, бұған дейін ешкім оған қарамаған, бұған дейін де ол жерде талай рет жол көлік апаты болды деп. Енді ақыры осы іс резонансты болғаннан кейін оған бір халыққа, көпшілікке сабақ болатындай жаза деген сияқты. Әлде біз сол баптың айналасынан шыға алмаймыз ба? Шыға алмаймыз. Сабақ болатындай қандай сабақ болды деп ойлайсыз? Шоладық, қойдық. Одан кейін де болып жатыр ғой. Ештеңе өзгеріп жатқан жоқ қой. Мен бір сұхбатымда айтып едім. Ал бағанағы ішкі істер министрлігі халықтарға айыппұл салу үшін қаншама камералардың бәрін қойдыңдар. Қайда нәтижесі? Сол камералар ешкімді құтқарған жоқ қой, дәл сол жол көлік оқиғасында. Яғни дұрыс подход жоқ бізде. Шолады, қойды. Мен де көтердім, бұл бапты қатаңдату керек дедім. Мені Мұрат Абенов естіді, парламентте көтерем деді. Президенттің өзі бұл қылмыстық істі назарына алды деді. Конституцияның 61-ші бабына сәйкес заң шығаруды бастамасын көтеретін президент, парламент және үкімет. Біреуі көтерген жоқ әлі. Дәл осындай, мысалы, масан күйінде отырып, рульге отыратын болса, Қытайда ату жазасы көзделген. Америкада өмір бойы бас бостандығынан айыру көзделген. Бізде сонда өзіміз аз қазақ адамды өлтіре сап 3 жыл 4 жыл соттау қаншалықты әділетті деп ойлайсыз? Заң әділетті болмайынша жаза әділетті болмайды. Біздің заңдар әділетсіз. Қоғамда мынандай ұғым бар. Үкім әділетті болу керек, шешім әділетті болу керек деген. Заңда әділетті болу керек деген заң нормасы жоқ. Қазақстанда жоқ ол. Россияда бар. Сондықтан көп адамды шатасады. Ал ондай норманы кіргізген күннің өзінде біз заңдарымызды әділетті қылып алуымыз керек. Сонда ғана біз сұрай аламыз, әділетті болсын деп. Үкім біздегі заң нормасына сәйкес заңды және негізді болу керек деген бар. Заң деген ол қисық болды ма? Қисық қалып па? Кірпіште сол қисық шығады болды. Негізді деген сол бағана материалдардың, жиналған материалдардың негізімен үкім шығады болды. Сіздің ойыңызша, егер жүргізуші масан күйінде көлікте отырды ма, және ол жол көлігі апатын жасады, оның салдарынан адам өлді демек, ол қасақана адам өлтіргенмен тең-бе-тең. Яғни заңның осы бөлігін абайсызда адам өлтіру емес, кәдімгі қасақана адам өлтіруіне ауыстыру керек дейсіз ғой. Қасақана деп ауыстырмасақ та, абайсызда деген сөз алып тастауымыз керек. Ол қалай абайсызда болады? Ішкен адам, рөлге отырған адам қылмыскер, ол біліп отыр. Бірінші сатыдан қылмыскер өтеді де, екінші сатыға барғанда абайсызда болып қалады. Адамның миына қонбайтын нәрсе ғой. Дәл абайсыздан алып тастау керек. Қасақана деген енді ол қиын, ол бірнеше заңдарды өзгерту керек. Бірақ абайсызда деген норманы алып тастау керек және заңды қатаңдату керек. Бұндай оқиға шыны керек, бұған дейін де болды ғой. Қоғам бір сілкінеді, сол күйінде қалады. Айналып келгенде 10 жыл деген не ол? Қаншама отбасы шаңырақ қирады. Сонда ол 10 жыл бойы сол. Бұл кейінірек жарты жыл бағанағы мерзім өтегеннен кейін, жарты жазаға ауысуы мүмкін. Бұның айтып отырмын ғой, жазасы ол қатты бір ауыр темір тордың арна барып тоғытпайды оны. Колония поселенияға апарады. Енді біз сіздің сөзіңізше қарасам, сол баптың айналасынан шыға алмайды екенбіз. Ал былай қарайтын болсам, адами тұрғыдан қарайтын болсам, ол жерде не дегенмен бір емес 3 адам өлді. Отбасыларға ауыр өте. Былай қарап тұрсаң, жастар қайтыс болған. Енді осы істің төңірегінде бізде Әділетхан Молдахан деген танымал блогер бар, заңгер. Ол кісі де істі болды. Дәл осы жаңағы наурызда жол көлік апаты болған кезде ол кісі ертесіне бірден шығып өзінің жаңағы зерттеуін жасаған ғой. Бірінен соң бірі рилс салып, ол рилста пікір де көп, қаралым да көп, көпшілік назарын аударды енді шыны керек. Және ол рилста ол кісі енді қорықпай, өзіне түскен жеке жаңағы ақпараттар ғой деймін, барлығын айтып жатты. Ол жерде жоғарғы жаңағы құқық қорғау органдарының есімдері де аталды, қазіргі таңда істеп жатқан біраз адамдардың да есімі аталды. Содан кейін ол кісі жалған ақпарат таратты деген бап бойынша қазіргі таңда енді уақытша қамауда. Осыған байланысты пікіріңіз? Қараңыз, 274 бап қылмыстық кодекстің жалған ақпарат таратып деп сараланбайды. Көрінеу жалған ақпарат тарату. Көрінеу деген сөз не?
яғни адамның біле отырып қасақана бір әдейі жасаған әрекетті айтады. Ал жалған ақпарат тарату деген ол бөлек. Көрінеу деген мысалы адам біліп тұрып, мынау қоғамда дүрбелең тудыру үшін ба, сондай мақсатпен айтылған әрекетті айтады. Ал егер сол таратушы өзі соған сеніп тұрса, өзінің ақпаратына және оны тарататын болса, ол көрінеулікке жатпайды. Менің ойымша, Әділетханға түскен ақпараттарды ол соған сенді. Сөйтіп ол таратты. Бұл жерде көрінеулік жоқ. Қазіргі таңда Әділетханның ісі сотқа жолданып жатыр. Егер ашық сот болатын болса, мен ойлаймын, Әділетхан мүмкін әділетті, бағана сіз айтқандай сот болатын болса, уақыт алып шығуы мүмкін. Сонымен қатар сол кезде мынандай да бір ақпарат айтылды, жаңағы өзінің әлеуметтік желісінде ол бір қағаздарды көрсетті, бір тұлғалардың атын да атады, жаңағы толыққанды атады, және ол адамдардың жеке ақпаратын көпшілікке тарату деп те таралды. Бұл да бір заң бұзушылықтың түріне жатады ғой. Жеке деректерді қорғау, ол басқа бап. Қазіргі оған тағылып отырған айып, бұл 274-ші баптың 2-ші бөлігі, яғни көрінеу жалған ақпарат тарату деген. Ол жеке деректерді тарату бойынша неғылып отқан жоқ, айыпталып отқан жоқ. Мен оның жеке деректерді таратқанын көрген жоқпын. Ол таратқан ақпараттар ішінде де бағана сызып қойып көрсеткендей болды. Енді қараңызшы, жарайды, Әділетханды алып тастайықшы. Сондай резонанс болар ма? Осы тағы да бір енді қатты бір резонанс болмаса да, көпшіліктің аузында болған тағы бір жол-көлік апаты, ол бізде қазақтың намысын қорғап жүрген ер азаматымыз, мақтанышымыз Шавкат Рахмановтың әйеліне қатысты, Сіз ол жерде сол кісінің құқығын қорғадыңыз, сот үкімі шықты, енді жазасы үкімі шыққанмен қазіргі таңда енді аяғы ауыр кішкене балалар болғандықтан жаңағы шектетілді, Рахмановтың әйелі Руслан Өтепбайға да сұхбат берді, Қалай ойлайсыз, жалпы жеке заңгер емес, адами тұрғыда әйелінің аяғы ауыр, өзінің басына сондай іс туып, жаңағы салдарынан енді қасақана жасаған жоқ қой келіншек, абайсызда солай болды. Сонымен біраз жаңағы адам қайтыс болып отыр, аяғы ауыр, кішкене балалар бар. Дәл осы кезде жұбайымен ажырасып кету керек пе еді? Адами тұрғыда қалай ойлайсыз, сіз ол кісіні өмірде көрдіңіз ба? Қазір мен енді бастан бастап айтайын. Дәл осы Шавкат Рахмановтың әйелі Гүлайымның ісі абайсызда болды. Мен ол істің бәрін зерттедім ғой. Ол жолда келе жатады, рульге ие бола алмайды, аударылады. Салдарынан 2 адам қайтыс болады. Біреуі туған әпкесі өзінің. Ол содан қатты стресс алады. Бірақ бұл 2 жәбірленуші де бұған кешірім береді. Соған қарамастан қазір 5 жыл берді. Ол кезде ол аяғы ауыр болды. Аллаға шүкір, жақында ғана қызды болды. Кеше хабарласты. Ал енді адами тұрғыда деген кезде, енді отбасы деп қарайықшы. Кез келген отбасыда түспеушілік болып жатады. Шыны керек, Шавкат, мен жаман жігіт деп те айтпаймын. Екеуі де жаман емес. Шавкат бірнеше рет маған жұмысқа келді. Оған өз ақылымды айттым, ағалық ақылымды айттым. Бір рет татуласқандай болды. Енді не болып жатқанын білмеймін, шыны керек. Оған енді ақыл айтқанда бүйтіп айтасың енді. Әйел адам жүкті кішкене, соған түсін, әйел адам ондай кезде мінез құлқы өзгереді деп. Гүлайымның айтуы бойынша енді арасында туысқан араласты дейді. Мен әлі күнге дейін бұлар жақсы болып кете ме деген үміттемін. Өйткені жақында ғана қызды болды, Шавкат. Енді қыз әке үшін өте бір ең жақын адам. Сондықтан әлі бір шорт кесіп айтатын ештеңе жоқ. Заңды түрде әлі ажырасып біткен жоқ. Бастады ажырасамыз деп берді. Сол кезде кейін екеуі татуласып, арыздар біз қайтарып алдық. Қазіргі таңда сол сатыда, бірақ енді отбасы болғанда неше түрлі жағдай болды, татуласып кетті.
шыққан үкімге қатысты тоқталсақ, енді қазір босанды, жаза мерзімін өтеуі кішкене артқа шегертілді. Болашақта ол рақымшылыққа ілінуі мүмкін бе, егер осы шектетілген уақытта өзін дұрыс көрсете білсе, басқа заң бұзбаса, ол жаңағыдай кешірім беріп отыр ғой, ол бар тағы дегендей. Мүлдем жаңағы темір торға торғытылмай шығып кетуі мүмкін бе? Ол Шавкат Рахмонның әйелі Гүлайым де мүмкін ол бапта. Анау қазіргі болып жатқан Әл-Фарабидегі де ол да мүмкін. Бап оған мүмкіндік береді. Енді келесі сұрақ, сізді көпшілік енді Талғарда болған қанды оқиға Шерзаттың ісі бойынша біледі ғой. Енді сіз сол істе заңгер болдыңыз, бізде қатыстық журналист ретінде 3 аптасына 3 реттен Талдықорғанға қатынап дегендей сол соттың басы қасында болдық. Енді былай қарап отырсақ, 1 жыл уақыт болып қапты. Шерзат пышақталып өлді, кәдімгідей қоғамға сабақ болатындай үлкен бір резонансты оқиға болды. Бірақ мен журналист болғандықтан кейін осыған ұқсас Шерзатқа дәл ұқсас оқиғаларды шыны керек сабақ болдау дейтіндей бір айта алмаймын. Өйткені ол қоғамда күннен күнге бір індет болып баратқандай. Сіз жақында осы Есік қаласында болған пышақталып өлген, 14 жасар бала, 17 жасар баланы пышақтап 2 рет өкпесінен, қолтығының астынан көшенің ортасында тапа-тал түсте өлтіріп кетті. Өткенде Алматы қаласында мына компьютер клубында да 2 жасөспірім бала тағы да пышақталды. Енді шыны керек, ондай пышақталған оқиғалар әсіресе жасөспірімдердің арасында өте көп. Қасына пышағын алып жүреді. Және 20-23 жастағы жігіттердің арасында. 1 жылдың ішінде мен ондай оқиғаны шыны керек 1 айда 3-4 рет сондай оқиға туралы жазамыз. Алматы облысы, Талғардың ар жақ бер жағы, жаңағы Қазақстанның ана түпкірі, мына түпкірі. Енді біз сол кезде ойлағанбыз, Шерзаттың ісі бір енді ойбай бір сабақ болатын шығар депші. Бірақ былай қарайтын болсам, жасөспірімдердің арасындағы осы пышақтан өліп жатқан, бір-бірін пышақтап жатқан, енді бір менің ойымша бір індет болып баратқан сияқты. Өткенде әріптестерімізбен де талқылаған едік. Бұл өзі ненің әсері? Бұл заңның сабақ болатындай бір ауыр жаза бермегендігі ме? Көп адамның жеңіл құтылып кететіндігі ме, әлде әке-шешенің тәрбие бермегендігі, мектептің әлсіздігі ма, мына қоғамның, интернеттің әсері ма? Былай қарайтын болсаң, өте түсініксіз бір. Мен енді осы істің ішінде жүрген кезде мені бір қатты толғандырады. Неге былай көп болып жатыр деп. Мектепте қазір мысалы система деген нәрсе бар. Бүкіл Қазақстанда бар. Ол оқиға қазір мысалы Таразда да бар. Дәл бана Есіктағы нәрсе. Неге олай? Адамның қалыптасуына 3 фактор влиять етеді. Ол біріншісі әке-шешесінің тәрбиесі, екіншісі қасындағы достары, мектебі, үшіншісі қазір менің ойымша интернет. Соның үшеуі қайсысы қатты ықпал етеді деп ойлайсыз? Әке-шешесінің тәрбиесі қазір балаларға әсер етеді деп айта алмаймын. Неге? Кез келген әке-шеше қазір өзінің балаларын бағу үшін, жанын бағу үшін азынан кешке дейін жұмыста. Одан келеді, шаршап келеді. Ол балалармен сөйлесуге уақыты жоқ. Балалары банағы телефонда отырады, өзі де шаршағанда телефонда отырады. Байланыс үзілген. Бұрынғыдай әкелер отырып, балаларын шақырып бір дастарханда отыруда жоқ қазір. Оны мойындау керек қой, қазір отырмайды, әркім өзінің тамақ ішіп кетіп қалады. Біздің кезімізде біздің әкеміз отырмайынша біз тамақ ішпейтінбіз. Біз солай тәрбиеледік. Сонымен әке отырған кезде әке біз үшін патшамыз еді. Оның әрбір сөзі дұрыс емес деп біз сараламайтынбыз. Заң еді. Және оның заң болғаннан кейін ол әке деген жаман сөз айтпайды, сол тәрбиелік сөзін айтады. Соны біз заң ретінде қабылдайтынбыз. Қазір ондай қатынас жоқ қой. Көп семьялар қазір мысалы әкелері де жоқ. Жалғыз толық емес отбасы. Әке тәрбиесін көрмеген балалар көбесі жатыр. Ал ұл балалар шешесінің бағанағы тәрбиесіне бағынбайды ол қазір. Ол көшенің заңына бағынады. Көшеде отырған достары жүреді. Ал достары қайдан алады информацияны? Интернеттен алады. Мысалға, дамыған мемлекеттерде, Жапонияда мен қараймын, 14 жасқа дейін балаларға көп интернет жоқ. Телефонды да сатпайды, мектептің өзінде сатпайды. Бізде ашық қой, бізде қазір интернетке кірсе, неше түрлі нәрсені жасайсың. Осы жауабы. Бұл жерде кім әрекет ету керек? Біздің мемлекет, кеше мен бір неден көріп қалдым да, Дәулет
Мұқаевтың. Қытайда қазір көп заңдар қабылдап жатыр, иә. Байлар өздерінің байлығын көрсететін болса, олардың аккаунтын жапсайды. Өйткені ол басқа адамға ықпал етеді, олар да соған талпынады. Әрине байлыққа бәрі бірдей жетпейді ғой. Ол ұрлыққа баруы мүмкін. Бағанағы біздегі сияқты, коуштар сияқты алаяқтыққа баруы мүмкін. Олар жапса отыр. Соны біздің парламент депутаты Мұқаев көрсетіп отыр. Мен айтамын да, неге көрсетіп отырсың? Сен сондай заң қабылдамайсың. Міне осындай шараларды жасау керек. Баланың, бағанағы интернетке кірген баланы ол ата-ана өзі жолға қоя алмайды. Сіз айтып отқан бана Исықтағы 15 жасар бала, мен соның сотында болдым. Маған ана жерде айыптау сөзін айтудың өзі ауыр болды. Бірақ мына жақта ананың баласы қайтыс болды, ана шешесі шыны керек әлі күнге дейін есін жия алмай келе жатыр. Сол залында құлап қалды ол. 2 сағат біз скорый шақырдық. Анаған қарайды да, сен тірісің, менің балам қайда деп жылайды. Ана балаға қарасам, кішкентай ғана бала, түріне қарасаң, оны қылмыскер деп айтудың өзіне біздің аузымыз бармайды. Бірақ заң сондай. Бала өзінің біреуді өлтіргенін сезіп тұрған жоқ, ол ойын ойнап тұрғандай. Түсінесіз ба? Сіз айтасыз, сабақ болу керек деп. Ол балаға сабақ болмайды. Сабақ ата-анасына болу керек еді. Ата-анасы қайда? Ол күн көрісте. Ол қайдан? Міне айттым ғой, интернетпен кез келген мысалға интернет, біздің кеңес үкіметінің кезінде бізде идеология болды, иә? Айтыңызшы, бір идеология, коммунист, пионер болды, комсомол болды, сол өтірік болса да солардың бағанағы лозунгтарына сендік қой біз. Бірақ олар жаман тәрбие берген жоқ. Ана құрылыстарға не еді? Жұмыстарға апаратын, сөйтіп ұйымдастыратын. Қазір балалар өзімен өзі бет-бетімен жүр ғой. Көшеде жүр, не істеп ешкім қадағалап отқан жоқ. Полиция мысалы көшеде көріп қалса, қасынан айналып өтіп кететін жағдайда жүрміз. Сіз айтқан бағанағы Алатау ауданында болған топтық балалардың төбелесі. Қазір соны мен зерттеп отырмын. Анасы жылайды, бағана пышақтаған баласы. Әкесі жоқ. Мен оны қадағалай алмаймын. Балам бір жерден барып ақша тауып береді, соған риза болатын дейді. Айттым, отбасын асырап алу үшін ол баланың қайдан ақша тауып келіп жатқанын білмейді. Кейіннен айтып отыр, білем дейді. Біреулердің ақша жинайтынын білем дейді. Одноразка шегетінін де білем дейді. Қайсы сол ата-ана соны тоқтатып отқан? Бұл жерде кешенді жұмыс жасау керек. Сол одноразканы айтады, мен барам аптекада, ашықтан ашық сатып отыр дейді. Қоғам, біз өзіміз қалыптастырып отырмыз сондай жастарды. Бұны неге айтып отырмын? Былай қарасаң, бұлар біздің ұрпағымыз ғой. Көп кішкентай бесіктен белі шықпай жатып, бір-бірін пышақтап өлтіріп жатыр. Ол ертең түрмеде жатып шыққаннан кейін одан не оңған өмір, не оңған болашақ құралады деймін да. Одан қандай ұрпақтар айтып? Бір шектеу ма, білмеймін, жазаны ауырлату ма, жасөспірім біреуді өлтірді ма, біреуді пышақтады ма, оның әке шешесіне де жаңағыдай ауыр айыппұл салу керек. Мен тұрмын кешенді түрде. Мен осыдан 1-2 жыл бұрын мынау жастардың есірткімен түрмеге түскендердің ісімен айналыстым. Жаппай түсті жігіттерім. Балалар білмейді, мефедрон деген екенін білмейді, ана алады, жігіт, оның наркотик екенін білмей түсті. Сонда тоқтата алмадық. Содан кейін мен әріптесім бір жиналыста отырған кезде, айналайын, неге балалардан ғана қамап отырсыңдар сендер? Біздің не шекарамыз тесік па? Қайдан келіп жатыр сол наркотикті? Неге оларға жауап бермейді? Сонда мен бір ұсыныс айттым. Әрбір районның әкімі өзінің районына жауап берсін. Егер ода мысалға наркотик көп шығатын болса, бағанағыда убийство көп шығатын болса, кетсін жұмыстар. Ана полиция басқармасымен бірге кетсін. Соны бір жаққа енді біз айтамыз, қаламыз, ешкім не қылып жатқан жоқ қой, тыңдап жатқан жоқ қой. Сол мәселе осы, айтамыз, улаймыз, шулаймыз, бәрі қалады. Талғарды алатын болсақ, айландырған 2 жылдың ішінде осы Шерзаттың оқиғасы басталған. Полицияға қатысты, құқық қорғау органдарына қатысты жарты жыл сайын біреу ауысып отырды өткен. Жарты жыл сайын біреу ауысып отырды, бірақ нәтиже жоқ. Қылмыстың азаятын түрі жоқ. Енді мен статистиканы алып қолыммен қарап отырған жоқ, бірақ журналист ретінде ояқтағы болып жатқан құқық бұзушылықтарды енді бүйтіп жалпылама қарайтын болсаң, бір оңып атқан ештеңке жоқ. Сонда не істеуге болады деймін да? Айналып келіп бір шеңбердің ішінде айналып жүрген сияқтымыз. Бізге бір қайтадан серпіліс керек, серпілу керек. Сіз айтасыз бағана, полиция қызметкерлеріміз, көбіне полиция қызметкерлерін кінәлаймыз ғой. Ол да дұрыс шығар. Бірақ сол полиция қызметкерлерінде істеп жүрген кім? Біздің бауырларымыз, азаматтарымыз, ол да сіз біз сияқты формасы шеше, үйде жүрген біреудің әкесі, біреудің інісі. Солардың алып жатқан айлығын қалай ойлайсыздар? Әділетті деп ойлайсыздар ма? 300 мың теңге алады,
иә. Кеше мен мысалға полиция бөлімінің басшысымен сөйлесіп отырмын, тергеу бөлімінің. 320 мың теңге алады екен. Аға дейді, мен әке шешем үйінде тұрып жатырмын дейді. Ал сырт жақтан келгендер квартира снимать етіп тұрады дейді. Жетпейді анау. Ол жұмысын ойлай ма, өзінің бағанағы бала шағасын ойлай ма? Сапалы жұмыс болу үшін сапалы жалақы алу керек. Мен осыны әрдайым айтамын. Сотта да сондай. Сотта да судья жетіспейді. Біз судья дейміз ғой. Судьяға қазір мен төраға барып, бір судьяның банағы заңсыздығын айтып жатсам, Мейірман, мен аренстап отырмын судьяларды дейді. Бәрі кетеміз деп отыр дейді. Міне бір реформа жасау керек. Сіз айтқандай бағана тергеушілер ауысып кетеді дейсіз. Мен полиция басқармасының бастықтарымен тікелей сөйлесем, содан кейін мен бір ісімді мысалы дұрыс еді, барсам бір тергеуші, одан кейін екінші тергеуші қайда, не болып жатыр десең, ұстай алмай отыр дейді. Бір ай істейді де кетіп қалады. Одан да мысалы басқа жерге барып жұмыс істесе жақсы мардымда жалақы алады дейді. Уақытша жүр бәрі. Ешкімнің бар осы жұмысымды жақсы сүйіп, бір нәтижеге, дәрежеге жетейін деген қазір жастарда ондай ой жоқ. Біз кейде айтамыз, олар патриот, сотрудник болған патриот болу керек деп. Қайдағы патриотизм? Қарнаш адамда. Мен қазір айтар едім, полиция қызметкерлерінің жалақысын кемінде 1 миллион болу керек. Содан кейін сұра. Жақсылап жалақы төледің бе, содан кейін талап ет. Әйтпесе қазір полиция қызметкеріне барып шағымданып жатсаң, оларға бәрібір көп болса жұмыстан кететінін біледі. Кетсе, қуана кететіндер көп. Сот болсын, басқа болсын, бір реформа керек, бізде реформа жоқ шын айтады. Сосын кейін жүйенің өзінде жұмыс істеу жүйесін дұрыстап өзгерту керек. Судья деп айтып қалдыңыз, енді осы аптада өзіңіздің басыңыздан бір оқиға өтті. Енді біз орда ақпаратты қолдау ретінде шығардық, оны арнайы сұрау да салдық. Қарасай аудандық соты ғой демей қателеспесем, сол жерде судья сіздің қарсылығыңызға 5 минуттың ішінде жазсаң жаздым, жазбасаң мен ары қарай жұмысымды жалғастырамын деп көсегелден кесіп айтты. Сіз айттыңыз 5 минуттың ішінде электронды жаңағы порталыма жазатын, сот кабинетіне кіріп те үлгеру мүмкін емес. Оның үстіне мен далада тұрмын, оның үстіне жаңағы өтіп атқан ісім бар деп жағдай түсіндіріп айтқанын айтты. Сіздің айтуыңызша 5 минут деп айтуға оның құқығы жоқ еді деп айттыңыз. Сіздің бұл жерде өзіңіздің заңгер ретінде қорғап отырған азаматшаңыз бар, құқығыңыз бұзылып отыр. Осыған қатысты айтасыз ба? Бұл сіздің бір осылай болған бір ғана ісіңіз бе, әлде жүйелі түрде болып келе жатқан іс пе екен бұл? Бұндай оқиғалар өкінішке орай соңғы кезде көп. Мені мысалы көп судьялар таниды, мен уақытыма санасып жатады. Мына судьяда танымайды емес, таниды. Бірақ меншілдік бұл жерде. Тәкаппарлық. Заңды бұзып тұрып, ал не істей аласың дегенде. Заң бойынша мен қарсылық білдірдім бе, ол ары қарай сөйлей алмайды, орнынан тұрып, бұл өтініш хатты қарау үшін деп тұрып кету керек. Бұл ары қарай маған 5 минут береді. Содан кейін бір сөзінде айтады, сенің анау жауапкер ғой, мен қорғап отқан. Сол өзі жазсын дейді. Ол адам Монғолиядан көшіп келген, қазақша харпті білмейді. Соттасудың мәні сода болып отыр. Сонда анау біліп тұрып, соны істеп тұр. Және 5 минут дегеннен кейін мен мысалы көшпелі сот отырысында жүрмін ғой. Мен көмекшілеріме хабарласам, олар басқа жұмыстармен поштаға жіберіп, поштадан жүгіріп келіп жазған өзі 20-25 минут кетеді. Мен жібердім деп ойлаймын, олар айтады, жібердім дейді, талон жіберді, мен топқа жіберіп, сөйтіп, кейінге қалдырды деп демалып отқан кезде, анасы маған кешке саған жылайды да, сот шешіп шығарып қойды. Қашан шығарып қойды? Мен білмеймін, мен топтан шығарып жібергенде судья. Былай, құқымды бұзғанынан бір бөлек қарсылық жағынан мені сотқа қоспай шешім шығарып жіберген. Негізі уақыты бар ма оның? Жоқ, уақыт жоқ. Мен ауызша айтқаннан кейін, мен жазбаша өтініш хат сұралатындай уақыт беру керек. Яғни кейде судьялар бір күн беріп жатады. Өйткені мен айтамын, мен қазір барам, мүмкін сағат 6 болып қалды, мен жұмыс уақытында бермеймін. Жұмыс уақытында берген күннің өзінде ол ертесінде қаралу керек, және ол судья өзі қаралай алмайды. Оны төраға қарайды соттың, болмаса басқа судья қарайды, соған қарсылықты. Бұл деген заңды белшесінен басты. Оны мен жоғары сотқа дейін жеткіздім, бірақ бұдан үшін айтайыншы, бір нәтиже болады деп ойламаймын. Тағы да айналып келейін, судья жетіспейді, жоғары соттың төрағасы бұған шара қолдана алмайды,
қолданса тағы бір судьясынан айырылады. Жаңа судьяны алудың өзі қиын. Ол жүйелі түрде. Соңғы кезде менде мысалы өте іс көп. Мен болды бір мезетте 3 сотты өткізіп отырамын. Ол деген мүмкін емес. Ананы микрофон үшін, мынаны микрофон үшін. Себебі неге? Судья айтады, менің де уақытым келіп жатыр дейді. Мысалға біз уақытты белгілейміз. Соттар созылып кетіп жатады. Соттар өз уақытында қосылмайды. Сөйтіп бір-біріне қабаттасып кетеді. Оны бізден көреді. Өздерінен көрмейді ешқашан. Сонда судьялар сіздің уақытпен санаспай ма? Бұның бір шешімі бар шығар. Енді сізде қатарынан 300 салып аласыз, 300 түп жүргізіп отырасыз. Ана судья айтады, менің ісім жоқ, осы уақытта өткізсең де өткізесің, өткізбесең де өткізесің процесті дейді. Соттар егер өз уақытында басталып, өз уақытында бітіп жатса, біз үлгереміз. Бірақ соттарда да мысалға бір сот кеш басталып қалады, сөйтіп кетеді, қабаттасады. Сол кезде мысалға біз айтамыз, мына жерде сот болып отыр, кешіріңіз, кейінірек қосасыз ба деген. Адамгершілігі бар судьялар, иә, дейді, Мейірман, қазір біткен кезде хабарлас, дейді, қосамыз дейді. Кейбіреу тұрып алады. Жол бергісі келмейді. Келіспейді. Бір менде мысалға болды ол, бір жерде апелляция болып отыр, бір жерде сөз жарыс болып отыр. Соның екеуіне де қатты шықты. Басқа малым жоқ. Екеуі де екі түрлі мықты судья ғой. Айтып тұрмын, мына жерде менде апелляция болып отыр. Анау айтады маған, ну что дейді. Ал клиенттің мүддесі үшін керек, мен олардың кейде бәріне көнемін. Өйткені бірінші кезеңде менің алдында клиенттің мүддесі тұрады, соның көз жасы тұрады. Егер бар ғой, сол кезде судьяның басың дей десе де үйге дайынмын. Клиентімнің мысалға мүддесі бұзылмаса екен. Бірақ енді өйтіп басына беруге болмайды ғой. Судья ол төрағалық етуші, ол Құдай емес. Сотты жүргізуші, төрағалық етуші және оған қойылған шектеулер бар. Азаматтық процесс кодекспен қойылған, соның шеңберінен шығармайды. Ол Құдай емес. Бірақ олар өздері кейбір Құдай. 5 минут деп сізге айтуға хақысы жоқ. Хақысы жоқ, 5 минут деген норма жоқ. Мен жазбаша түсіргенше, ол маған 2 күн берсе де күтеді. 5 минут деген ондай норма жоқ. Демек сіздің құқығыңыз бұзылып тұр. Ана қорғауыңыздағы адамның да құқығы бұзылып тұр. Өйткені оны ешкім қорғаған жоқ. Бұзылды, дұрыс айтасыз. Ол түсінбей, ол заңгер емес қой. Апелляциялық шағым бердіңіздер. Апелляциялық шағым, иә, бердік. Бірақ апелляциялық шағым ол соттың шешіміне ғана беріледі. Ал біз жерде судьяның әрекеті сараланып тұр. Алғыш болады, бірақ судьяның әрекетіне ешкім жауап берген жоқ. Судьяның әрекетін қарайтын басқа орган ол. Жоғарғы сот кеңесі деген бар. Жаздыңыз ол жаққа. Солар көріп отыр ғой. Көрмеді емес, жоғарғы сотқа дейін көрді. Бұл өйткені судьялардың бәрі маған хабарласа бастады. Мейірман, сен бәрімізді не қылдың? Бірақ мойындады. Біздің әріптесімізге дұрыс емес деп. Бұрынғы кезінде, мысалы, жоғарғы соттың төрағасы Асанов деген болған. Ол өзінің реформа жасады шыны керек. Сол кезде күшті еді. Бір қандай да бір дау болып жатса, әлеуметтік желіде дау болып жатса, жоғарғы соттың хатшылары хабарласып жататын. Шара қолданып жатады. Өкінішке орай, қазір сот төрағасында ондай жоқ. Кері байланыс та жоқ. Айтты қойды. Сонда жоғарғы сот өз өмірін сүреді, мына жақтағы адамдар өз өмірін сүреді, арада бір байланыс жоқ. Арада байланыс үзіліп жатыр десе де болады. Мен көрдім ол Алматы облыстық сотының берген пікірін. Ол айтып отыр, иә, бұлардың мүмкіндігі бар. Соттың шешімі шағым келтіруге. Біз соттың шешімін айтып тұрған жоқпыз. Біз соттың әрекетін, судьяның әрекетін айтып тұрмыз. Көріп тұр ғой, судья 5 минут беретін не ол, Құдай ма? Аға, енді Threads деген әлеуметтік желіні білетін шығарсыз, барсыз ба онда? Оқып отырасыз ба күнде? Жоқ, оқымаймын. Мен әлеуметтік желіге өзім көбіне кірмеймін. Мобилорым кіреді. Сол айтып жатады, не болып жатқанын. Қажет болса, сол кезде көремін. Мен енді журналист болған соң кірем, күнде қараймын, мониторинг жасаймын. Соңғы уақытта осы Threads'та енді сіз тіл мәселесін көтеріп жүрген азаматтардың бірісіз ғой. Барған жеріңізде кіреберісте выход тұрса қазақшасы қайда деп сол сәтте қойдыртып кететін сәттеріңізде өзім көргем негізі сотқа барған кезде. Енді мен Threads'те өткенде байқадым, осы Мұхтар Шаханов атамыздың қайтыс болған уағында ғой деймін. Өте көп жаңағыдай
Мен ойлаймын, біз не істеп қойдық қазақ халқы деймін да. Енді ұлттың түрін атап, атын атап түстемей қояйын. Өзге ұлт өкілдері жаңағы қазақша сөйлеуге міндетті емеспін, маған орысша сөйле, қазақ тілінандай, мынандай, қазақтар сендер қандайсыңдар, мәмбетсіңдер деген сөз енді айтылды. Ол мысалы Қарағандыдағы Алика есімді қызға қатысты, оны енді көпшілік қауым біледі. Тіпті топырағы кеппеген Мұхтар Шахановтың өзі туралы да айдаладағы бір кісі аузына келген оттады, көпшіліктің кәдімгідей шамына тиді бұл. Біз өзіміздің заңымызды қатайтамай келе жатырмыз. Соларға ешқандай жаза қолданылып жатқан жоқ, дұрыс. Біздің заңымыз қисық, әметтің ішіне келіп заңның бәрі. Тіл туралы заңымыз қисық. Мысалға, тілдік заңнаманы бұзған үшін ешқандай жаза жоқ. Кез келген заң, егер оны орындамаса, нені қарастыру керек? Жазаны қарастыру керек қой, солай, логично. Бізде бірақ жоқ ол. Мысалға, тілдік заңнаманы бұзды, оған мысалға әкімшілік бұзушылық кодексінің 70-ші прим. 3 дегені бар. Сонымен жаза қолдану керек, ескерту деген болу керек. Бірақ ескертуді оны кім жасайды? Акимат жасайды. Заң бойынша акимат жасау керек. Акимат жасай алмайды. Ол үшін прокуратурада тіркеу керек. Тексеру парағын шығару керек. Бізде әлі өмірде тексеру парағы деген жоқ. Бір-біріне заңды қисық қылып тастаған. Мен өткенде сол үшін акимат сотқа бердім. Акимат сотқа барған кезде маған қарсы 5 юрист келді. Біз өзіміз асырап отқан салықтың есебінен 5-еу маған қарсы шықты. Мен айтамын, мен сендердің қазақ тілдерін қорғап отырмын ғой, мойындаңдар деймін да. Жоқ, мойындаймыз, ана жақта бізде указание бар деді. Енді айналып келгенде, түптеп келгенде ол заңның қисықтығын олар да айтып отыр. Біз шыға алмаймыз. Өйткені бізде атқару парағы жоқ. Және атқару парағын жасайын десең, бізде кәсіпкерлік кодекс деген бар. Сол оларға мүмкіндік бермейді. Енді соны мен мысалға парламент депутаттарына айтамын, мынау бір-біріне қайшы келіп отыр ғой, жасасаңдаршы. Болды мәке дейді, мынаумен. Неге бізге бүйтіп артылып жатыр? Өткендегі айтасыз, Шахановқа қатысты, желтоқсаншыларға қатысты айтқан бандит деп айтты. Мен соған қаптап тұрып, арыз түрдім. Мен ішкі істер министрлігінен түсірдім, ол алды да Алматы қаласына түсірді. Алматы қаласына маған тергеушілер хабарласады, аға біз қозғай алмаймыз. Ол өзге елдің азаматы дейді. Мен енді осы жерде бірінші рет айтып отырмын. Мен айттым, мен кезінде Ресей Федерациясында жүргенде Биволдың үстіне қозғадық қой біз. Ол да басқа елдің азаматы ғой, халық шулаған кезде. Ол кезде неге қозғады? Өйткені қырғыздар ол кезде шулады, қозғады да. Біз қазақтар артта қалмайық деп параллельно қозғады. Мына жерде енді ашық айтып отыр, қозғай алмаймыз дейді. Мен айттым, неге қозғай алмайсың? Сонда кез келген шетелдің азаматы бізді басынып осылай жасай бере ма? Соған келтіріп отыр. Жарайды деді, маған бана қозғай алмаймыз деген қағазыңды бер, мен ашық сот жасап, бүкіл халықты көрейік. Заңдарды дұрыстау керек. Бұл жерде де біздің әлсіздігіміз. Шаханов деген ол біздің ұлы тұлғамыз. Оны бар ғой, жоғарғы деңгейде қорғау керек. Біз астынан арыз жазып халық соған жүгіріп жатырмыз. Онсыз жоғары жақтағы министрлік болсын, ішкі министрлік болсын, министр болсын, өзі қозғату керек еді. Көше атауын беруіне қатысты бірден бір жаңағыдай инициатива дейді ғой, танытқан тұлғалардың бірі өзіңіз болдыңыз. Біздің заң бойынша белгілі бір тұлғаның атын көшеге беру үшін бір қайтыс болғаннан кейін біраз уақыт өту керек екен. Тіл туралы заңның 25-ші прим. 5 бабына сәйкес 5 жыл өту керек. Сіз 5 жыл күтпей-ақ берейік деп отырсыз. Себебі бердік қой біз. Адам қайтыс болғаннан кейін 5 жылдан кейін беру керек дейді да, бірақ адам тірісінде біз Фурманов көшесін Назарбаевқа ауыстырдық қой. Алдық та Астананы Назарбаевқа ауыстырдық. Ерекше жағдай деп ол заңда көрсетілген, ерекше жағдайда деп жазылған да. Және ол президенттің құзыреті бар ол жерде. Мен сондықтан тікелей алдымда президентке жаздым. Президент алды да бір министрлікке жіберді, министрлік алды да қазір Алматы қаласына жіберді. Алматы қаласы айтты, бұған 5 жыл болу керек деді. Жақында мен тағы да сотқа беремін. Бәрі біліп отыр. Алматы қаласының әкімдігі де біледі. Бұл ұлы тұлға, оған беру керек деп отыр. Бірақ заң тағы да қисық. Заң қисық болатын болса, онда Назарбаевқа бермеу керек еді. Бердің ба? Онда бәріне бер. Өзіміздің тұлғаларымызға өзіміз бере алмаймыз, біз білмеймін.
өзіміздің заңдарымызды өзімізге қарсы қойып қойғандай шығарып алғанбызды. Енді қара, жарайды, ол заң қисық деп бәріміз біліп отыр. Не кедергі түзетуге? Біздің қазақтың заңдары қазақтың мүддесіне жұмыс жасау керек. Ардақ Назаров барып, мамасын құттықтайды. Дәулет Мұқаев барып, Дәулет әйелін Мұқаев құттықтайды. Дәулет, мен жаман жігіт деп ойламаймын, мен сол жерде түсіп қалды ғой. Бірақ Ардақ Назаров шыны керек депутат болатын адам емес. Мен өткенде де тағы бір сұхбат берген кезде айттым. Әрбір депутатқа мынандай талап қояйық. Кетіп отыр ғой, халықтың атынан кетіп отыр. Кемінде сол жаққа барған кезде екі заңды өзгертсін, екі заң қабылдасын, өзі бастама көтеріп. Босқа барып отырып қайтудың кезі жоқ. Өйткені бір депутатқа 93 миллион ба теңге жылына жұмсалады екен. Ол кімнің ақшасы? Халықтың ақшасы ғой. Жоқ қой ондай талап. Одан қалса Самат деген отырды да қазақ тілі ташкентелердің тілі деді. Оған да мен жаздым. Қандай бір шара қолдандым? Қолданған жоқ. Сонда депутаттарға айтуға болады ма? Сонда бізде келеңсіз оқиғалар өте көп болып жатыр. Сіз айтып жатырсыз, депутат барысқан кезде, сол жақта енді қызмет істеген кезде кем өлдім дегенде бір-екі заңның өзгеруіне үлес қосу керек деп. Енді ертең парламент тарқайды. Ардақ Назаров не бітірді деп ойлайсыз? Ардақ Назаровтың ең басында оны депутат қылған кезде бірінші сұхбатын әлі күнге дейін күліп не қылып, не істейсің дегендерде балалар тәрбиелейміз деді ғой. Уағыз айту үшін барды ма? Мен Ардақ Назаровтың бір заңға үлесін көрген жоқпын. Мен парламентте бір Қазыбек Иса мені шақырды, бір жиналысқа тілге қатысты. Тілге қатысты да біздің заңның қисықтығы өте көп қой. Соған келген кезде Алматыдан арнайы бардым, сол кезде мен көрдім. Ардақ Назаровты көрдім, бәріміз бір неде отырдық. Дәулетті де көрдім, Ринатты да көрдім. Соның ішінде ең қатты ұнаған шегек маған Ринат батыл сөйледі. Ардақ Назаров бір жазып алып келді, шығарма алып келді десем болады. Тілдің тағдыры шешіліп жатқанда қайдағы бір нені алды, оқыды да ол. Халықтың мүддесі үшін жұмыс істеу керек. Өмір өтіп жатыр. Біздің мысалға қазір байлық ресурстарымыз мұнайымыз мәңгі бола бермейді. Экономиканың дамуы, Қазақстанның дамуы сол заңдарға тікелей байланысты. Енді жалпы осы Threads'те де сіз туралы, оның үстіне өзіңіз кеше парақшаңызда жарияладыңыз. Жан Ахмадиевтің бір жаңағы видеосы қойып айтыпсыз. Жан Ахмадиев енді атын атап түсін түстеген жоқ ешкімнің, бірақ сіз өзіңізге қабылдаған екенсіз. Ол кісі айтып жатыр, тіл туралы екі заңды жаттап алып әйтеуір ұрандатып жүр. Мен ол кісіні мойындамаймын, заңгер деп қабылдамаймын деп, енді сіздің атыңызды атамаса да, бірақ мен өзіме деп қабылдадым деп айтқан екенсіз. Неге олай айтты деп ойлайсыз? Мен кейде осы кейбір жастарға қарным ашитыны, бізді үлкенді сыйлатып үйретті. Ол айттым ғой, ана заң сияқты. Жан менің шәкіртім сияқты келіп, ұстазым деп жүрген адам. Қолында жүрді. Кейіннен бір енді реніш болады ғой, адам болғаннан ренжіді. Мен оның бір сотына ғана қатыспай қалдым. Содан реніш басталды. Одан кейін мен туралы әлеуметтік желіге бір-екі рет салды. Білемін, ол мен туралы, меңзеп тұрған, тікелей айтуға енді айтады ғой, мен заңгермін. Оны білемін, қай жерге апаратынымды. Қорыққаннан айта алмай жүрмін. Бірақ кешегісінде мен туралы айтып тұрған мен білемін. Ол жеке бас заңгер деп айтты. Заңгерлер деген жоқ. Және маған қатыстырып айтты деп ойлаймын. Маған қатыстырып айтпаған күннің өзінде де әрбір тиіскен заңгер менің інім, менің әріптесім. Бәрібір мен оларды қорғаймын. Ол өзі блогер болып алып, заңгерді блогер деген айтуға қандай құқы бар? Өмірінде бір минут болса да заңгер болмаған адам ол. Қалайша елді шатастырып, біреуді заңгерді блогер деп, оның дәрежесін төмендетіп, адвокаттарды да төмендетіп жатыр. Сондағы мақсат не? Оларға бармаңдар, бізге келіңдер деген әңгімені айтады. Ол ешкімді заңды тұрғыда қорғай алмайды. Мен заңгерлікке түсті деп ойлаймын, бірақ ол университетінде лицензиясын айыру керек. Мен жанның сабаққа барып жүрген көріп жүрмін. Бізде сырттай оқу деген жоқ қазір. Яғни ол да кейін дипломды ала салады деген сөз.
мен әлі де оған інім ретінде қараймын, қателескен де шығар. Осыған дейін де енді бұл жерде айтқым да келмейді, бірақ шектен шығып бара жатыр. Біреуді сырттан ғайбаттауды мен өзім қаным сүймейді. Бірақ әрдайым тиісе отырып, менің де мысалға отбасым бар, менің де қоршаған достарым бар. Олар менімен жақынмен араласқаннан кейін олар біліп тұр кім туралы айтып отқанын. Мен жауап беруге мәжбүр болдым. Осыған дейін үндемей келдім. Менің үнсіздігімді ол басқаша қабылдады ма? Мен соның өзінде де ескерту ретінде айттым. Кез келген кезде, біле білсеңіздер, менің сыртымнан қаншама доктор деген сөз айтып жатты, тағы да біреу жатты. Мен оның бәрін сотқа апарып, докторды 20 тәулікке дейін қаматтым. Әркім өзінің сөзіне жауап беру керек. Кім болсын, заң бола ма, блогер бола ма, министр бола ма, сонда біз заңға бағынатын болсақ, сонда тәртіп болады. Ол бейне жазбасын аяғына дейін қойған жоқпын, аяғына дейін қойса, ол мен туралы айтып отқанын көрер едім. Маған қылмыстық қозғалды деді. Мен қылмыстық қозғалған рас, мен оны өзімде айттым. Маған 174-пен қозғалған. Әділетханға да қозғалды. Сонда Әділетхан екеумізді айтып отыр ма? Мен тілемес үшін басымды тәуекел тікен адам. Қозғаламын, сотталамын, биліктің адамдары да келді мысалға. Сізге қандай мен үшін 174-пен. 174 дегеніміз ол қандай? Ұлтараздықты туғызу. Тілдің айналасында. Тіл енді бөлек ол. Бірақ енді кез келген адам, мен мысалға сырттай орыс тілділер болсын, басқалар қарап отырады ғой. Олар қарыз жазады, жазбайды емес. Менің ісім біреуге ұнайды дейсіз бе, ұнамайды ғой, шыны керек. Мен барамда жазуларын ауыстырып тастаймын. Ол кәсіпкерлікке қаншама шығын. Арыз жазады, сыртынан жазады. Сыртынан қозғайды ол. 174-ті қозғаған кезде сіз білмейсіз, сыртыңыздан қозғайды да, анау неге сараптамаға жібереді. Сараптамалар шығарады. Егер ұлтараздық белгілері бар десе, кетті ғой бізде, Мирболат пен кетіп қалды. Ешкім одан сақтанбаған. Ертең бізде парламент тарайды, құрылтай деген жаңа атаулар пайда болады. Өткенде Мұрат Әбенов сіздей адамдар депутат болу керек деп рилста шығып қалды. Сіз өзіңіз депутаттыққа бір бүйрегіңіз бұрып жүрген сияқты, барып осы енді заң саласында барлығын тірідей тәжірибемен кәдімгідей көрдіңіз, енді арқалаған жүгіңіз баршылық деген нәрсе, енді Ардақпен салыстырғанда. Мүмкін депутат болатын ойыңыз бар шығар. Бір іштей дайын сияқтысыз соған. Мен бұрын айтатым, саясатпен айналыспаймын деп, сонда өткенде Мұрат Әбенов айтады, саясаттың ішінде жүрсіз ғой дейді. Біз депутаттар қарап отырамыз дейді. Енді көп нәрсе қазір біле бермейді. Шерзаттың ісі болған кезде, алдыңғы адвокаттар кетіп қалған кезде дейді, біз парламентте жиналыс жасадық дейді. Өйткені ол сондай бір халықты бүйтіп неғып тұрды ғой, дүрбелең болып тұрды, халық көтеріліп кететіндей болып тұрды. Айтымдар кетіп қалған кезде не болар екен деп біз жиналыс жасадық. Содан кейін дейді, парламентке келіп, Мейірман Шекеев алыпты дегенде бәріміз уф дедік дейді. Ол сабырлы адам деп сөйтіп. Сол сияқты олар да қарап отырады. Мен парламентке бармайын деп айтқам. Бірақ мен мынау заңның қисықтығымен күресуден шаршадым. Мен барсам да осы қазаққа, халыққа пайдасын беретін заңдар шығару үшін ғана барамын. Маған бір мансапты басқа да керек емес. Маған мамамды да құттықтауды да керек емес, маған значогы да керек емес. Өйткені мен парламенттегі значокты өзім сатып алып тағып алып жүре беремін. Менде болып өткенде бір көшеден емес, халыққа қызмет көрсету орталығынан барсам, жабысады, беш аға, сізден алғам келеді деп, сонда шешіп кете салдым. Мәселе ол значокта емес, басқа да емес, отыруда емес. Мен парламент депутаттарында әлі де айтам, 4-5 депутаттар ғана жұмыс жасап жатыр, көріп отырмыз жұмыстарын. Оның ішінде заңгерлер мен Бақытжан Базарбекті жақсы өзім танимын бұрыннан. Мұрат Әбенов жұмыс жасап жатыр, Асхат Аймағамбетов жасап жатыр. Абзал Құспан. Олар заң жазып жатыр. Мен олармен де сөйлесем, заң жазып жатыр. Қалғандар не істеп жатыр? Заң келді, қол қойыңдар десе, қол қойып отыр ма? Бір-ақ рет берілетін не ғой, қазақ үшін, мүдде үшін барған адамдар, енді мен бәріне топырақ шашпаймын, бірақ барсам да сол үшін барғым келеді. Барасыз демек ертең. Егер шақырса, және шартты тек олар ғана емес, менің де шартым болу керек, өйткені мен ол
парламент қабырғасына барғаннан кейін маған сөйлеу құқығын мүмкіншілігін бермейтін болса мен бармаймын. Жоқ, еркіндік беретін болса заң шығаруға да барам. Халық үшін барам. Халық қолдайтын болса барам. Баруға бел шешу. Иә, мен өткен айттым ғой, мен таңның атысы кешке батса мен сағат 11-ге дейін жұмыс істеймін. Сол заңның қисықтары келеді, бағанағы көңіліңді түсіреді, одан қалса қаншама халық жылап келіп жатады. Қаншама халық мысалға да алаяқтықпен келіп жатыр. Олар өздері қол қойды, бағана өздері код берді, дұрыс, иә, өздері кінәлі. Өздерін кінәлі қылып шығарып жатырмыз. Ал соған мүмкіндік беріп отқан бізде заңдар. Миллиондаған адам алаяқтыққа алданды. Оған бағана заң кінәлі емес дегенге мен келіспеймін. Сол заңды түзесек, мына миллион адамның проблема шешіледі. Оған қазір ешкім шешіп отқан жоқ. Соңғы кезде ғана Мұрат Абен мысалға рәсімделетін несиелерді орталық Нацбанк дейді ғой. Ұлттық банк. Сол ұлттық банкпен ғана келісу арқылы өтетін болды. Және бағана қол қой өз қолымен қойғатындар жасады. Енді алаяқтық азайды. Мен өзім саралап отырамын, маған келген істерді саралап отырамын. Содан кейін бағана нелер, коучтар, курс өткізетіндер. Одан да көп келеді. Оны Құдайға шүкір Қытайда бағана заң қабылдады. Иә? Дипломы жоқ адам не курс өткізе алмайсың, не коуч өткізе алмайсың. Бізге әлі жеткен жоқ. Соны қабылдай ма? Тағы да алданған адамдар азаяды. Тағы да шетелге баратын адамдар алданып жатыр. Шетелге бару бізде алда оп-оңай. Туы ашасың, шетелге апарам дейсің, елден ақша жинасың, жоқ көресің. Оған шектеу қою керек. Оған бір заң қабылда бітті. Міне елге қызмет ететін заң бар. Сіздің алдыңызға көбінесе қандай іспен келеді? Көбісі бір өзіңіз статистика жүргізетін шығарсыз, енді көп келеді ғой сізге, құқығымды қорғап беріңізші деп, жаңағы алаяқтық бар. Бірінші кезінде алаяқтық. Бірінші кезінде алаяқтық алданып қалғандар келеді. Екінші кезінде бағанағы біреуге ақша беріп қойдық, инвестиция деп келеді. Үшінші бағанағы коуч, курс, солар келеді. Енді маған мысалы неше түрлі істер келеді. Одан қалса шетелдік істер келеді. Шетелдік істерде де сол алаяқтық. Турцияға барып үй алам деп ақша салып, алданып қалып жатқандар бар. Бірінші кезінде алаяқтық. Ол Қазақстан бойынша да мен айттым, полиция басқармасының бастықтарымен сөйлескен кезде ең көп алаяқтық. Өйткені алаяқтық жасау оңай. Жеңіл ақшаға. Жеңіл болғанда мысалға оны жасап тұрған адам алаяқтық жасап тұрмын деп ойламайды. Мысалы біреуден қарыз алады. Айтады, ана жерден зат әкеліп беремін дейді. Ол істей алмай қалады. Ол бітті алаяқтық. Ол бірақ алаяқтық істеп тұрмын деп ойлайды. Ертең түрмеге барыңыз, бірақ не қылады. Ал оны мысалға мынау адам ақша бере салады. Беріп жатқан адамның да өзінде бір жауапкершілігі болу керек. Мысалға білесіз бе, осыдан біраз жылдар бұрын істеді, бану дегендер. Соған өңкей үйде отырған әйелдер ақша салған. Содан кейін тағы бір айтатын, тағы бір заң қисық. Мен әлі де шырылдаймын. Осы біз өзіміз мүмкіндік беріп жатырмыз. Кооператив. Мен әрдайым айтамын, кооператив ерте ме кеш құлайды. Бәрі құлап жатыр. Бірақ мен осыдан 2 жыл астарлы ақиқатты да айтқам. 5 жыл бұрын айтыппын. Ешкім ештеңе шара қолданған жоқ. Парламент депутаттары қолданған жоқ. Қазір кейбір кооперативтерде мысалы 90 мыңдай салымшы бар. Аманат драйв, ол да құлады. Қазір Асар баспанада қылмыстық іс қозғалып жатыр. Өйткені кооперативтің заңы елдерді біріктіруге мүмкіндік береді. Бірақ оған контроль жоқ. Белгілі, мен ойлаймын, жарайды, кооператив деген жақсы нәрсе. Ол өздері салымшылар бірігеді, пайда ретінде емес, біріне үй алып беріп, бірақ не болу керек? Салымшылардың саны шектелу керек. Менің бірінші ұсынысым. Екінші, мына банктермен не болу керек, байланыс болу керек. Өзінің ақшасын салған адамның артында несі жоқ, сенетін бір қаражаты жоқ ол. Өздерінің ақшасы, ол ақша қайдан келеді? Мынаған береді, мынаған береді, мынаған береді. Мына жақ тоқтай бастаған кезде мына тоқтайды. Содан кейін мынау соңында келген адам анаған қарайды, мынау үйді алып алды. Мынау үйге жете алмайтын көз жетеді, ақшамды қайтар дейді. Бірақ кооперативте бана келісімшартта қойып қойды. 25 жылдан кейін ғана үй аласың. Или 15 жылдан кейін қаласың, 7 жылдан кейін қаласың.
ол ана өзі еркімен салды, бірақ ол енді жеті жыл күте алмайтынын сезді. Біреу ауырады, біреу ақша инфляция болып жатыр, қайтар дейді. Ол қайтару үшін мынаған ақшаны. Мынау үйді алып алған адам, ол да бағана келісімшартқа тұрды ғой. Ол ай сайын төлеп отыру керек. Сол төлеген ақшадан маған түсу керек. Бұл үйді алып алғаннан кейін, или көлікті алып алғаннан кейін төлемейді. Кез келген кооператив қазіргі заңмен бізде осындай дауға алып келіп жатыр. Мен өткенде бір есептеп едім, Ақтауға да бардым, Атырауға бардым. Барлығы сол кооперативтен қазір зардап шегіп жатыр. 200 мың адамдай сол кооперативтің құрбаны болып отыр екен. Көрмей отыр ма? Кооператив соттар болып отыр. Аманат Астарбеспен болып отыр. Неге бізде билік үнсіз отыр? Неге заңды өзгертпейді? Неге түбін іздемейді? Мен түбін айтып отыр. Қазірде ертең басқа күшті кооператив ашыла ма? Оған да салымшылар салына ма? Бастапқыда бәрі жақсы болады, аяғында қирайды ол. Оны аяғында пирамида деп шығарады. Біз өзіміз жасап отырмыз да алда. Қарапайым халық қайдан білсін, заңды ол кооперативтің 4-5 жылдан қирайтынын қайдан білсін? Мен анализ жасағам, ол бәрібір қирайды. Келген кооператив ақша жинап, бір-біріне үй алып, бір-біріне машина алып беріп жатыр. Дамып, соны керемет болып кеткен бірде-бір кооператив жоқ. Осыдан бір қорытынды жасау керек. Ерман аға, енді сұхбатта маңызды деген қазір көптің көкейінде жүрген, халықтың алдында жүрген мәселелерге тоқталдық. Енді өзіңіз заңгер ретінде бір ойыңызда, санаңызда жүрген халық осыған назар аудару керек ау, билік осыны өзгерту керек ау, осы шамадан тыс кетіп баратыр ау деген осында айтылмай қалған дүние бар ма? Мен халыққа айтарым, бір нәрсем бар. Бізде бір нәрсе бар, бізде заң бар. Бір құжатқа қол қойдың ба, ертең алданып қалдым деп айтсам, сол құжатты бұза салам деген ой туындамау керек. Егер мен кейде күліп айтам, клиенттер келген кезде қол қойдың ба десем, қойдым дейді. Мен ол кезде қайдан білейін, өйтіп алдап кететін деп, кінәні басқаға артып отырады, өзін қол қойған есіне шығып кетеді. Мен айтамын, сен келдің құжатқа, егер менің басымды ала бер деп қол қойдың ба, сенің басыңды алып жатса, ол заңды деймін. Сен өйткені өзің соған қойып бердің деп. Сондықтан халыққа айтарым, кез келген құжатқа қояр кезде, кез келген ақшаны біреуге төлер кезде 7 рет өлшеңіздерші. Сол кезде барыңыздар заңгерге. Бәрі біткен кезде келеді заңгерге. Ол кезде кеш. Анау ақша алған адамды қайтара алмайды. Мынау екі ортада сонымен дауды сол кезде болады. Әркім өзінің жауапкершілігін сезіну керек. Содан кейін халықтың мынандай бір ойы бар. Мен қателессем, артымда бір үкімет тұр ғой, құрап шығады деген ой бар. Азаматтық құқықтық қатынас деген нәрсе, сіз біреумен қатынас жасадыңыз ба, мемлекет араласпайды оған. Қай жерге барып жыласаң да, топырлап бағана адамдар бәрі жинаса, мемлекет араласады, бір шарасын жасайды. Бірақ заң, сіз біреумен келісімшарт жасадыңыз, ауызша болсын, басқаша болсын, мемлекеттің бұл жерде араласу құқы да жоқ. Осы қарапайым нені ұстаным ұстасыншы, онда ешкім қалданбайды. Содан кейін, оңай ақша табамын деп ойламасыншы. Жакишевтің рекламасын көреді пенсионерлер. Өтірік емес. Пенсионер береді, 50 мың теңге салып, одан кейін айтады, сен 400 мың теңге аласың дейді. 400 мың салсаң 4 миллион аласың дейді. Соған сенеді, кредит алып, айналып келгенде бағана біздің банктар пенсияны деп сонда бере береді ондай кезде. 8 миллион, 10 миллион қосып қойды. Ондайлар да көп. Мен Жакишевтің өзіне барып айтып, айналайын, сенің бағана жасан дейтелікпен жасаған түрің елді алдап жатыр. Сөйтсем айтады, мәке мен түсінемін, мен айттым дейді бір-екі рет. Шықтым дейді. Оның енді әркімнің аудиториясы, біреу көреді, біреу көрмейді. Қаншама адам алданып келді, мен Жакишевпен шығардым, кішкене басылып жоқ. Осындай кездерде аудиториясы көп адамдарға осындай ақпараттар беру керек сияқты. Біздің мысалға мемлекеттік телевидение, басқа мемлекеттік парақшалар ешкім көрмейді ғой. Миллиондаған блогерлер жоқ. Неге Әділетханды бәрі жақсы өтті? Өйткені Әділетхан миллион несі бар, ол заңдық бағана ақпаратты сол жерден береді. Елдің бәрі соны көреді. Қарапайым тілмен. Қарапайым тілмен, иә. Сондай ресурс жасасын, болмаса мемлекет сондай блогерлерге өзін несін көмегін сұрасын. Бізге келсе де сұрап береміз. Біз халықты алданбас үшін, басқасы үшін біз көмектесеміз. Менде де мысалға 500 мыңға жетіп қалды. Оларда бір
олардікін халық білмеймін, сенім болмағаннан кейін көрмейді. Әкімнің мысалға мен сайтын көрмейді екен. Мына әділет деген партия құрылды ғой. Естуіңіз бар ма? Аты әділет, кәдімгідей. Әділеттік Қазақстан, әділеттік заң дегендей. Соған пікіріңіз? Пікір айта алмайды екенмін. Мен ол партияның құрылғанын әлеуметтік желіден білдім. Негізі партия құралар кезде жан-жақты бір жарнамалап, өзіне адамдар тартып жатады ғой, көбінде сондай процесс болады. Партия құрылды деді. Мен білсем, ол демалыс күні болды ғой, Иә. демалыс күні болды. Енді әділет өзінің затына сай болсын. Кез келген партияға айтарым сол. Партияда тұрған ештеме жоқ, ішіндегі адамдар ғой енді. Өткенде біреу айтты, жаңадан құрылған партия, соған барсаңшы деп. Мен біреуге барайын деп тұрған жоқ, бірақ егер ұсыныс болатын болса, мен оны қарастырамын. Ақ жол партиясына ойым болды. Ол кісілермен өткен мен Қазбекстанды танимын, басқасын танимын. Ұсыныс болатын болса, оны қарастырамын. Ол партияға кірген күннің өзінде де ертең сіз парламентке құрылтайға депутат болатын, болмайтын екі талай ол. Өйткені партияның ішінде адам көп қой. Кіріп алып, ертең сіз отырмауыңыздан. Сұрақ есіме түсіріп отыр. Өткенде Базарбек мырза ағамыз депутаттардың жалақысы аз. Мына алып отырған жалақымен мен бала шағамды асырай алмаймын, сондықтан әйеліме айттым, тұр қарағым жұмыс істе деп дейді. Енді сіз ертең Құдай бұйыртып, пешенеңізге жазып, сол депутаттыққа кетсеңіз, мына жақта да енді тауып отқан табысыңыз жаман емес қой. Ол жақтағы жалаққа күн көре аламау деген бір сұрақтар туындайтын шығар енді санаңызда. Пенде болғаннан кейін оны да ойлайсыз ғой. Дұрыс айтасыз. Мен ол жаққа барсам да жалақы үшін бармаймын. Бақытжан Базарбекті елдер дұрыс түсінсін. Бақытжан Базарбек ол парламент депутаты болмай жүргенде жақсы тауып жүрген жігіт ол. Оның білімі, заңгерлігі өте керемет. Мен оны айттым, бірге жұмыс жасадық. Сондықтан ондай сол жақсы жерден жалақы тауып жүріп, сондай отбасын асырап жүргеннен кейін барлық қажеттілікті қамтамасыз етіп жүрді ғой. Балаларды мысалы сондай жалақыға үйреніп қалған шығар, әйел де соған жалақыға үйреніп қалған шығар. Енді тарс етіп ана жерге барған 901 миллион теңге көлемінде. Соны ол айтты, жетпейді деп. Оның істеп жатқан жұмысы шыны керек оның жалақысына сәйкес емес. Мен кешеде тағы бір ой келді. Мысалға айтып отыр ғой, жүргізушілердің енді куәлігін айыру үшін балдық система қояйық деп. Депутаттар болса қояйық. Кім жұмыс істеп жатыр, кім мемлекетке пайдалы келіп жатыр, көтерсін жалақысын. Балдық системаны берді. Ардақ Назаров балдық системамен депутат бола ма, кетсін. Сол жаққа да енгізейік. Сонда әділетті болады. Аға, енді соңғы сұрақ. Қазіргі таңда енді TikTok, Instagramда өзіңіз қарап отқанда көріп қалатын шығарсыз, экстремистік көзқарастағы адамдар баршылық. Құқық қорғау органы ондай адам шыққан кезде кәдімгідей оған айыппұлын салады, егер 10 күн қамақта отыратын болса онысында береді. Дегенмен бірақ бір азайып жатқан ешқандай ештеңкесі жоқ. TikTokқа кіріп қалсаң, әсіресе стримде отқандар сақалды, кәдімгі сақалын салақлаш қылып, жаңағы балағын шорт етіп кесіп тастап, кезінде Наурыз деген мейрам болмаған, неменеге Наурыз тойлайсыңдар, домбыра деген харам, анау деген харам деп барлығын әйтеуір шектеп тастайды да. Енді біз құрсын қазақпыз ғой, ол Наурыз деген атам заманнан келе жатқан мереке, домбырада сол, одан адам домбыраны шертіп Наурызды тойлағаннан бір күнәһар болып кетіп жатқан ештеңкесі жоқ. Өткенде мен Баян Мақсатқызынан осы YouTube арнамызға сұхбат алдық. Сол кісі жаңағыда ондай кісілерді экстремистік көзқарастағы адамдар ол ұлтқа қауіп деп айтып неғылған кезде ана Баян Мақсатқызына хейт деген енді пікірлер деген көп болды. Халық өзі түсініп отқан жоқ оның зиян екен. Халық ойлап отыр Баян Мақсатқызы дінге шабуыл жасап отыр деп. Ал Баян Мақсатқызы мен дінге ешқандай қарсылығым жоқ дейді. Мен Құдайға сенетін адаммын, мұсылманмын дегендей. Менің айтып отырғаным экстремистік көзқарастағы адамдар дейді. Ол адам өзінің ұрпағын солай тәрбиелейді ғой. Одан бала тумайды емес, туады ғой, 5-6 бала туады. Ол баласын солай киіндіреді. Мынау харам, анау харам деп айтады. Ол баладан тағы бала туады. Сөйтіп Қазақстанда тұрып солай бір бөлек мемлекетте тұрып жатқандай күй кешсек, ол деген ұлтқа қауіп болып есептелінбей ме? Есептелінеді. Үйдің ішінен үйтігі ол. Мен бағана айттым ғой, бізге бір ұлттық идеология керек. Біз бірінші кезеңде мен айтам,
Мен де мұсылман, мен де Құдайға сенемін да. Бірақ қарапайым нәрсе. Егер Алла қаламаса, біреуді қазақ, біреуді өзбек, біреуді дүңган жасамайса еді ғой. Яғни бұл Алланың бізге берген нығметі, талабы. Саған айтты, сен қазақ болып бар деді. Енді қазақ болып өмір сүру сенің міндетің ғой. Неге біз одан ауытқуымыз керек? Кейде біз мысалы мен қазақпын деп жатсам, басқа біреу келіп, мен бағана мұсылмандықты айтып, біз бөлінбеуіміз керек деп жатады. Бізді Алла тағала өзі біз бөлініп тұрған жоқпыз. Бірақ біз болмысымыз қазақ, дініміз ислам болу керек. Мен мысалы Нұрлан имамның бір жақсы көретін, ол қаншама не қылып жүрсе де қазақша сөйлейді. Не деді? Қазақша сөздер көп қой. Бұрынғы ата бабадан келеді ғой, сол сөздерді айтты дейді. Қазақша дұға ет деді, арабша айтуға деді. Соның қазақша сөздерін баламасын айтып отырады. Біз солай тәрбиелендік. Бірақ бұдан біз имансыз болып кеткен жоқпыз ғой. Иман деген нәрсе жүректің тазалығы. Сен қай тілде сөйлегенің маңызды емес. Сондықтан бірінші кезеңде біз қазақ болуымыз керек. Өйткені біз ұлт болып қалыптасуымыз бір бағытта ғана жүруіміз керек. Әркім өзінің бағытын болатын болса, біз онда мемлекетімізден айырыламыз. Сондықтан ұлттық идеология керек. Баяғыда мысалға қараңызшы, кеңес үкіметі кезінде біз әр ұлтпыз. Бірақ біз не дедік? Маяковскийдің өлеңінде «Радуйся, я гражданин Советского Союза» дедік. Бізді бір ұлт қылып тастады ғой. Ол ұлттық идеологияның мықтылығы. Ал біз мысалға қазір Қазақстанда 80% қазақпыз, бірақ қаншаға бөлініп жатырмыз. Сондықтан мен әлі де айтамын, жоғарыда айтамын, бір ұлттық идеология. Бағана балаларына көшеде жүріп пышақ ұру. Кезінде мысалы пионер ұйымы болды, комсомол ұйымы болды. Өзі пышақ ұстамақ тұрмалық, бәріміз бағанағы жұмыс береді, студент қылады. Бәрінің ойы бір жерде болды. Қазір бәрі шашыраңқы, білгендер істеп жүр. Халықты біріктіретін ұлттық идеология керек. Сонда ғана біз мықты мемлекет боламыз. Сөзіңізді, аузыңызда. Мысалға, Японияда 4-ші қабат деген қабат жоқ екен. 1, 2, 3 дейді де, 5 болып кетеді. Японцтар ақымақ па деп ой келеді ғой, бірақ ол әлемдегі ең дамыған мемлекет қой. Олар солай қалыптасты, бітті. Олар солай, басқа біреу күле ма, күлмей ма, олар шаруасы жоқ. Олар сол 4 деген цифраны бағанағы жаман нәрсеге балайды, бітті. Солай қабылдайды. Ұлттың өзінің идеологиясы, ұлттың өзінің болмысы. Біз де ұлттық болмысымыздан кетіп баратырмыз ғой. Біздің қазақтың мысалы тәрбиелері бұрын өте күшті еді. Үлкенге қарсы шықпа. Кейбір жерлерде мысалға ненің салттың озығы бар, тозығы бар деп, тозығы да бар ғой. Бірақ соны біз ары қарай өрбітіп кеткен жоқпыз. Біресе басқа болдық, біресе біреу шаға келсе соның артынан кетіп қаламыз. Солай жан-жаққа сандалып жүрген сияқтымыз. Біз қазақ болып бірігуіміз керек. Мен бағана мемлекет тілді де неге айтамын? Мемлекет тілдің төңірегінде бірігуіміз керек. Өзге ұлт болсын. Өйткені өзге ұлттың да мемлекеттік тілі қазақ тілі ғой. Қазақ тілінің төңірегінде тексек бір ұлт болып қалыптасамыз. Мейлі ол өзбек болып қала берсін, ешкім ештеңе демейді. Біз не біреу қазақ тілін қолдап жатса, дәл сол қазағымыз келеді, өзге ұлттардың құқығын бұзып жатсың деп. Ол кіргісі келіп тұр мемлекеттік тілге, біз өзіміз оған мүмкіндік бермейміз. Сондықтан ұлттық идеология адамның санасына, балалардың санасына, мынау Қазақстан мемлекеті деп патриоттық сезімді оятатын болсақ, мықты боламыз. Бізде ондай да жоқ қой қазір. Бізді патриот қылып өсіретін бұрын. Қарнымыз аш, холодильнигіміз бар, ішінде түгі жоқ, бірақ совет азаматы болғанымызға біз мақтандық. Сонда бір, менің ойымша сондай мемлекеттік деңгейде ойлап табу керек. Доктрина болсын, басқа болсын. Рахмет аға сұхбатыңызға. Бүгін енді барынша тырыстық қоғамға, ұлтқа қатысты, резонанс істерге қатысты, заңға қатысты, актуалды дүниелерге тоқталуға. Сұхбатыңызға рахмет, сіздеріңізге сәттілік тілейміз. Енді сізді бостан-босқа шақырған жоқпыз, өйткені сіз халықпен күнде тікелей қарым-қатынаста, заңмен тікелей қарым-қатынаста көріп жүрген адамсыз, тәжірибеңіз мол, сондықтан осындай
тәжірибесі мол адамның пікірін білу маңызды, ол көпшілікке де пайдасы зор деп білемін. Ал құрметті көрермен, осымен сұхбатымыз тамам. Егер де бүгінгі айтылған сұхбатымыздағы пікірлерге алып қосарларыңыз болса, міндетті түрде өз пікірлеріңізді жазыңыздар, лайк басыңыздар. Ол біз үшін өте маңызды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.